Қараңдар, мәке. Murat деген бала арабалар. Murat, өлең айтады Murat. Жүрген? Ансат деген бала. Жеткілікті болды ма? Жарқаттың құдасы. Үлкен қызды жаңағы Қазақстанда бір қызымыз келеді. Сол кетіп баратын деген айтып қой өткенде қалай деген. Сол қыздың атасы болады. Атасы әнесі болады. Бәрі атасы болады. Одан кейін үлкен бажадан кейінгі бажа. Файзулла деген аты. Көптің өзбегі. Әдхан деген Әдхан меңілік бажа. Бажам деме жетімді одан кейін мен де кездесіп атып алған мына бала үйі боласы көпшілікте қатар отырған одан кейін отырған мына бала болғылдың шоптары мына баланың құдасы қыздан екеуі де құда бұл бала Оңғақтың баласы, геройдың баласы Ашықбай деген. Одан кейін отырған ортаншы қызы бар, Қарабар жағында. Ол да Аспанның баласы, ұруы, есім. Әміз деген құдамыз, Қарабақтан келген. Сонау, мына кісі тойға. Той дегенде домалайды, құлбаттар дейді ғой. Көтен кім келеді? Ағақтай келеді. Жақын жұттар. Жақын жұттар. Одан кейін отырған мына жігіт. Бұл да жарқасымен бата, жыңқылды да.
Aslan, bu da aslan. Ruvat Hoca. Mızabek degen jigit, kasında oturan. Sanadi degen jigit. Biri oğlunda, biri solunda. Ya енді қазір жақсы көндіп қалғанбыз ана жақта отырған актерлерді баласына барады мына жағын қасып отыр Kız varsa kızlara Şenikimizde şey var mı? Var. Aytan. Дегендей меніңше сізге дейін Алла ауызын келін берсін, сіздерге жақсы келін болсын. Сіз ауызын тасқа жақсы келін болар, қызыңызға жуас бала. Аяғында жанға тұтаған бір жігіт қыз татып берген. Сөйтіп қызды енді көлікке мінгендер уақытында құдасы көздеп Құлақта тапсырмады екен, ал енді бірақ қыз кетіп бара жатыр, ой айналайын деген екен бар. Қызыңды маған тапсырған жөн, мені қызыңа тапсырсайшы деген екен. Иә. Ал енді қызыңызды әуелі алла сіздерге тапсырған келе бақсы бар. Жақын алып мейдегі айтпақ болды деп отырған. Осы жастарды бақсы болып кешірді болған адам бұрынғыда айтады екен бұнда қалады үйлену қиын үй болу оңай деп қазір енді үйлену оңай болып кеткен наоборот керісінше сол үшін үй болу үшін қожалық болу үшін кейінгі өздерінің бауырларына үлгі болу үшін демек бажағайда кешірім дегендей ол болу әуел түсінік болу керек жақсы енді екеулерінде ортақ балдар қуаныш ортақ тойларында ортақ біздерге балдарда ортақ қуаныштарыңыз жағынан мәңгі болсын жиған тергендеріңіздің барлығы осында қуаныштарыңызға жарасын ел аман жұрт тыныш Рахмет. алдарыңыз қуаныштар Aman olsun. жүгі алыңыз Yaxshi ko'rgan
Tamaklarda şimdi oturabilirsiniz. Aslanlı olsun. Sürekli olsun. Her zamanınızda iş oluyorlar. Alın odunuzdan. Hoşemetli, hürmetli oturasıda kişi büyük günlük arasında çıkan bu müzika Lazat'ın ağası falan ülkün bunun Alikan Nur'da öyle Dağar saatinde bir müzika çalayım Jastlar için
Apalarımız olsa aldığırek şarkıda olsun. Ya bireudun mereyini asırıp oturayık. Özü ayilderдің bir örtüsleri koy bul. Ya. Mağuzday, Kudagay mı? Kuda mı? Mağuzda Kuda. Yerde bireu kiyik bereyin dep atkan кезде жүгіріп келмей babır. Alayın dep atkan кезде. Kafa olup geçin. Hey hadi. Şov. Lazzat Kudagay stüdyo. Lazzat Kudagay kale. Hop. Gaz böyle asıkmayız, cevaplar cevaplar. Sakın yalasın. Geçi vermen geçi kodaşa. Bir söz aytam koygununga undasa. Geçerinde de sağlam ezerim çok. Meri bulsa şılıp geçe undaşa. Geçerinde de sağlam ezerim çok. Meri bulsa şılıp geçe undaşa. Yerimlerde kısıp kaldım gözüm. Dұрыстау музыка қойсай болмаса біртүрлі болып қалды. Арқаққа төрігім жатыр да ол. Ей құдасы, қайтемін күлгін болмаса, келемін білген осы әнім болмаса. Ажары айдай құддаша, сөзі айдай құддаша.
Жадырап сүттің алтыннан жанарың жайнай құрташы басым оларды қораша алады сені кім баса Қапа болмаңыздар, бұл рекламаға дайындық көріп алсын деп жатыр. Қазір құдағайлардың қасында ұялып қалмасын деп жатыр. Ауқат жеп алайын, содан соң ойын болады. Дұрыс, жақсы. Билеріңіз жақсы. Кәне, ауқат. Аста келеміз кәнеки, Сіздерге разы кечейін бабым әкейін анам оларда енді неге қалам әйелматы кейбаны стилі есін азат тойды стилі болады күтпен қалшықауда құда табаққа бас түстеуі етшенің бәрін жаспенен бәрін қалыңғада жылқылардың әні жалбаран жал аптаның сәні ауызда қалар сорпаның дәмі аттан ұлтта жылқы керек тоқтан тойылған бұйын тойылған ресторанға келді Сырттағы қонақтар болса, асымыз дайын болды. Құдаларға келіп қосылыңыздар. Кім сенді? Аманшылық болсын, тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақыт болсын, жастарға насip араластырып, сіз болып, ағайын болып, жүре береді. Қайыр сосырап.
Sizge jetsin jasыңız, bizge bergen жан басың, аман болсын мал басың, bizge bergen шілігің, болмаса ешбір ілігің, bizge bergen етіңіз, ниетіңізге жетің. Алла Тағала болсайдан қабыл етсін.
Baramız. Nasıl olsa şansa 18.00'de uçuracağız. 18.00'de. Ya ben bir takı. Ya takı bol ya. Oh. Ya bol.
жатқан балдар ағамыздың 6 қыз 2 ұлы бар. Үлкен ұлы бағана жүретін нарда қазір жоқ. Одан кейінгі қыз Тамара. Авангард болды ғой. Сақ болсаң келіні болады. Авангардтан кім? Кеңпейіл құда, кеңпейіл. Одан кейінгі екі қыз жоқ. Бар ғой. Одан кейін қыз Замира деген Тамызда Ақбалқын келді. Мына кісі, мына баласы, кішкентай баласы келін. Аты Әділбек. Біздер Сайкынан құдасымыз. Мен ана кісілерді танисыздар ма? Иә, танисыздар. Танисыздар ма? Сарыбадан Озат күйеу. Осыдан Жоқ, танығанда біздер бұл жігіттер біздер өте жақсы танимыз. А біздер құдалар жағынан қандай жақын, қалай несін болды білмейміз. той беріп жатқан құдаңыздың мына кісінің ағасының баласы. Мына менің әкемнің інісі. Мен айтып ма? Бұл да немере. Немере ағайын. Сол үшін қызмет қылады. Сен де бір біздердің неғып жүрген. Құдамыз қандасының күйеуі. Сол бір қыздың күйеуі. Тарсминдай дейтін жаңағымыз. Таныстырып болды ма құда? Болды. Иә. Ал оны же мына құдаға да танысыңыз. Бір кісінің сыртынан танығанша дейді. Мың кісінің бір кісінің атынан таныған жақсы дейді құда. Енді бір шеттен бастаймыз. Иә. Анау құдаңыз Жарылқасын деген бал уылдай құдаңыз. Аты Жарылқасын 70 жылғы ұруы сырын біліп жатқан шығарсыздар. Сол құдаларыңыздың авангардта құдасы бар, қызын алды баласына Сайкы дейміз, Тоқаның жігіті. Менің бір жағы қайным болады. Біздің әйелді Тоқа қыз қылған ғой, Жалғас деген ағамыз. Той жөнінен сол Сайкы деген жігіттің құдасы, мына жігіт 90-да тұрады, Әлишер деген құданың құдасы. Ал енді одан кейін мына жігіт Ансат деген Аспанның баласы Кедей Жарылқасынның құдасы. Үлкен қыздың Қазақстан келіп жатқан қыздың атасының інісі, иә. Құда Ансат Жарылқасынның құдасы. Одан кейін мына кісі отырған Әділхан деген кісі ұруы меңлік Жарылқасынның жездесі. Әйелі апамыз қайнағамыз отырады телевизор алдында әнеки. Мына кісінің жұбайы, ана келін отырады. Одан кейінгі бал уылдай құдаңызды айтып кеттік. Құдай қосқан жұбайы Қарабастың қызы Аспанның Алтын деген құдағайларыңыз бал уылдай құдағайларыңыз. Одан кейін адам былай тұрсын. Өкімет сыйлаған ауылдағы маңдайына тұтқан шаруагер мына пайғамбарымыздың бәрі маңызшы болған дейді ғой. Біреу шопан болған, біреу қой болған, біреуі жылқы баққан, біреуі егін еккен. Сол менің нағашым Шобдар Тозымратов Айтбай деген кісінің баласы. Мына Жарылқасынның құдасы. Жарылқасынның осы жерде інісі отыр, Серік деген. Өзі ағайын екеу ғана. Жарылқасынға Серік болсын деп атын қойған Серіктің құдасы. Серіктің ортаншы қызын алған жігіт мынау. Досым деген. Ортаншы. Серіктің құдасы досым. Ұмытып қалсаңыз. Ақтау деп отырмын ғой мен. Досым қалсаң ансамблін любой адам ұмытпайды ғой. Аты аңызға айналған. Досым. Қасары Қазақстан көшіп кетті. Одан кейінгі отырған Мұрат деген жігіт. Әлім Қаракесектің күйеу баласы, мына отырған келіншегі. Нұрсұл деген. Мұрат аты Сырым, Жарылқасынның інісі. Одан кейінгі отырған Серік құдаларыңыз болды. Жұбайы мына жақта отыр келін мінекей. Әлім Төртқыраның қызы. Одан кейінгі отырған Майра деген апамыз. Қатта кәдімгі бұл жерде енді таныстырып жатқаның бәрі құдаларыңыз майда бағамен оқысы қайненемнің сіңілісі. Майра бақын? Мына Жарылқасынның шешесінің сіңілісі. Майра деген ұруы есім. Нағаш апасы. Ұруы есім. Нағаш апасы Жарылқасынның. Одан кейін отырған алтын келіннің апасы Жыңғылдыдан. Ана кісі
Одан кейін айтып кеттік. Қайнапаның Света дегенде. Одан кейін отырған біздің Гүлән келін ба? Гүлән деген келінім, мен өзімнің келінім, інімнің несі, жұбайы. Сәсеті, Жарылқасынның жан сәсеті. Ағайының аты қанша қонсының тай olsun деген сөз бар ғой. Күнде сол тілеп жүргеніміз ғой. Шүменнің тай olsun деген сәсетінің сәсеті. Одан кейінгі отырған атын білетінді ұмытқа отырған кешіресіз. Күміс деген кәдімгі қызмет десе қайтпай, Жарылқасынның үйде той бере ма, томарақ бола ма, қазаннан да қайтпайды, наннан да қайтпайды, сәсеті. Өзбек ағайын айтады ғой, жан қосыным деп. Жан қосыным. Одан кейін отырған бала ақтегедей болу керек, меніңше шаман бойынша Құдаша болу керек, есімнің қызы. Атыңызды айтып жіберсеңіз? Жоқ, қой. Ол жам яғар жер Құдағай кім береді? Құдағайдың құдасы. Одан кейін бал ұлдай Құдағайды танып, одан кейін келінді танып, мына келінді танып, мына келінді танып. Ал өзіме келсеңіз, жаңа аты шыққан мына герой шоптардың жиені менің өзімнің туған нағашы шешемнің ағасы Знашок бар, мынандай шопан болған герой, өткенде асын бердік. Осы геройлардың жиенімен атым алпамыз Ұрым Айтқожа Жарылқасынның езесімін Әділханнан кейінгі. Біздерде енді қайнатып жуаспаған ба білмеймін, бірақ кембірақ болған. Бұның барлығы бірден. Сенің де Жарылқасында, мен де Әділханда барлығы. Бұрынғы салдадай болмаған. Менің өзім, әкем өзі екі әйел алған. Біздің қайната жуасып болған ғой. Бірақ Алла зона сейдерсі құдалығымызды. Әңгіме сонда. Айтады ғой. Таныса береміз, жүре береміз. Бұл мәрте сіз біз болғаннан бір сөз деген. Рахмет қадамдарыңыз. Сізге де рахмет. Құдалар, құйылды ғой, құйылды. Ал, құда берген аға. Мұна жиналған, жайылған дастарханыңыз ешқасан жиналмасын. Құда мыңжылдық деген, 200 жылдық деген ғой. Мыңжылдық білмеймін, бақилық болсын құдалығымыз. Балдар бақытты болсын. Өмірлі, өбірлі, шүбірлі болсын. Инсандай түбірлі болсын. Балдардың бақыт үшін ғой. Жиған тергендеріңіздің барлығы ұлы қыздардың, немерелеріңіздің жақсы күндеріңізде жаратыңыздар. Қызмет Алладан қайтсын. Ел аман жоқ дейіш болсын. Балдарыңыздың, немерелеріңіздің алдында аман болыңыз, сау болыңыз, қартаймаңыз. Немерелеріңізді еркін
Құлдасын, мереке ой болсын. Әрқашан осы жақсы ниет тойлар болсын. О, жақсы.